Қайырлы күн, құрметті серіктес. Бұл видеода Айко веб мәзірін қалай өңдеуді айтып көрсетеміз. Экранның сол жағынан дерек алмасу бөлімін тауып, соны басыңыз. Содан кейін Айко транспорт баптау қойындысын таңдаңыз. Сіз автоматты түрде браузердегі Айко веб бетіне өтесіз. Мәзірден сыртқы мәзір бөлімін тауып, сол жерден чоко бумасын ашыңыз. Тағамдар тізімі қойындысына өтіңіз. Мұнда бумадағы барлық тағам санаттары көрсетіледі. Қажетті санатты таңдап, оң жақ бұрыштағы дөңгелек белгісін басыңыз. Ашылған іздеу жолағына қажетті тағамды енгізіңіз. Тағамдарды белгілеп, өзгерістерді сақтаңыз. Енді Айко вебтегі тағамдар мен позицияларды жоюды қарайық. Қажет бөлімге өтіп, позицияны таңдаңыз. Экранның оң жағында терезе ашылады. Төменгі сол жақ бұрышта қоқыс шелегі белгісі болады. Бэк-офис пен сәтті синхрондау үшін жою батырмасын басыңыз. Оң жақ жоғарғы бұрышта орналасқан жаңарту батырмасын басыңыз. Деректерді жаңарту үшін қажетті параметрлерді белгілеңіз.